Сәлеметсіңдер ме? Екінші сынып оқушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы суда жүзіп үйренемін. Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока «Научусь плавать в воде». Ең алдымен балалар, жаңа сөздермен танысып, оларды жаттап алайық. Для начала познакомимся с новыми словами и выучим их. Жүзу. Плавать. Үйрену. Научиться. Жаттықтырушы. Тренер. Лас. Грязный. Тағы бір қайталайық. Жүзу. Үйрену. Жаттықтырушы. Лас. Ал енді балалар, мәтінді оқып аударамыз. А теперь прочитаем и переведем текст. Мен бассейнге барамын. Бассейннің суы жылы, таза. Балалар суда жақсы жүзеді. Мен жүзіп үйренемін. Жаттықтырушы маған суда жүзуді үйретеді. Я иду в бассейн. Вода в бассейне теплая и чистая. Дети хорошо плавают в воде. Я буду учиться плавать. Тренер научит меня плавать в воде. Ал енді мәтін бойынша берілген сұрақтарға жауап берейік. А теперь мы должны ответить на вопросы по тексту. Первый вопрос. Бірінші сұрақ. Анель қайда барады? Куда идет Анель? Анель идет в бассейн. Убираем вопрос «Қайда?» Вставляем вместо вопроса «бассейн». Анель бассейнге барады. Келесі сұрақ. Следующий вопрос. Бассейннің суы қандай? Какая вода в бассейне? А вода в бассейне теплая и чистая. Убираем вопросительное слово «қандай». Вместо «қандай» ставим «таза», «жылы». Бассейннің суы жылы, таза. Балалар қалай жүзеді? Как плавают дети? Вопросительное слово у нас «қалай». Вместо него мы должны поставить слово «хорошо», так как дети хорошо плавают. Балалар жақсы жүзеді. Суда жүзуді кім үйретеді? Кто учит плавать в воде? А учит тренер. Вопросительное слово здесь «кім». Убираем «кім», вместо него ставим жаттықтырушы. Суда жүзуді жаттықтырушы үйретеді. Бір қайталап оқиық. Анель қайда барады? Анель бассейнге барады. Бассейннің суы қандай? Бассейннің суы жылы, таза. Балалар қалай жүзеді? Балалар жақсы жүзеді. Суда жүзуді кім үйретеді? Суда жүзуді жаттықтырушы үйретеді. Ал енді балалар, сурет бойынша сөйлемдерді толықтырып айтайық. Мы должны дополнить предложение по данной картинке. На картинке у нас вода. Вода на казахском су. Бассейннің суы таза. Вода в бассейне чистая. Бассейннің суы лас. Вода в бассейне грязная. Бассейннің суы суық. Вода в бассейне холодная. Бассейннің суы жылы. Вода в бассейне теплая. Ал енді берілген сұрақтарға «я», «жоқ» деп жауап берейік. Ребята, мы теперь должны ответить на эти вопросы со словами «да» и «нет». Первый вопрос. Бірінші сұрақ. Сен бассейнге барасың ба?
Ты идешь в бассейн? Мы должны ответить «Да, я иду в бассейн» и «Нет, я не иду в бассейн». Составляем ответы. Мен бассейнге барамын. Это значит «Да, я иду в бассейн». Жоқ, мен бассейнге бармаймын. Это значит «Нет, я не иду в бассейн». Следующий вопрос. Келесі сұрақ. Сен суда жүзе аласың ба? Умеешь ли ты плавать в воде? Мен суда жүзе аламын. Да, я умею плавать в воде. Жоқ, мен суда жүзе алмаймын. Нет, я не умею плавать в воде. Келесі сұрақ. Следующий вопрос. Бассейннің суы жылы ма? Вода в бассейне теплая? Мы должны ответить «Да, теплая», либо «Нет, вода в бассейне холодная». Бассейннің суы жылы. Да, вода в бассейне теплая. Жоқ, бассейннің суы суық. Нет, вода в бассейне холодная. И последний вопрос. Соңғы сұрақ. Бассейннің суы таза ма? Вода в бассейне чистая? Бассейннің суы таза. Да, вода в бассейне чистая. Жоқ, бассейннің суы лас. Нет, вода в бассейне грязная. Тағы бір қайталап оқиық. Сен бассейнге барасың ба? Мен бассейнге барамын. Жоқ, мен бассейнге бармаймын. Сен суда жүзе аласың ба? Мен суда жүзе аламын. Жоқ, мен суда жүзе алмаймын. Бассейннің суы жылы ма? Бассейннің суы жылы. Жоқ, бассейннің суы суық. Бассейннің суы таза ма? Бассейннің суы таза. Жоқ, бассейннің суы лас. Осымен, құрметті балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.